Құрметті достар, бүгінгі тест драйвымызды осындай қызықты көтерілістен бастап жатырмыз. Жел қатты тұрып тұруы мүмкін. Бүгінгі біздің шоулуда Land Cruiser, Toyota Land Cruiser Prado 120 4 литрлі объеммен бастаймыз. Келдім ғой мен, машинайын айналып кетіп қой. Қазір отырып, артқа алдыға кішкен газ өш, қайсының өректер айналатын көрейік. Арда егізіңділік айналып тұрма? Жоқ, бір алдыңғы саны. Алдыңғы саны ма? Бұлай бір тұрып көр, біз арқылы. Біз жалпы жақсы қораға кірген сияқтымыз. Мұнаны шығару үшін енді трактор керек. Жаңарақ варианттарда электронды блокировка деген бар. 4 дөңгелекті бірдей айналдыруға көмектесетін. Бұның алдында мысалға нені айдадық біз? Джипті айдадық. Range Rover'ды айдаған кезде оны көрген болатынсыздар. Қазір көріп тұрсыздар. Prado 120 4 дөңгелегін бірдей айналдыра алмай тұр. Сондықтан да біз мысалға осындай тығырықтан шығара алмай тұрмыз. Тема бойынша, братан, мынау былайна, мынау еді. Енді сіз жаңа айналдырған кезде соңғы рет мынау үшеу айналды, мынау айналғанда. Мынау еще бері қарай бұрған кезде айналып атқан жоқ. Тек былай ма? Иә, былай бұрған кезде айналып атқан. Былай ма? Иә. Дәл қазір оффроудта жүріп тығылып қалдық. Машинамыз шықпай жатыр. Алпаныс пен Алдияр көмекке кетті. Қалай шығаратымызды білмей отырмыз. Біз жауырап тұрмыз. Бүгін қай күн? Бейсенбі ме? Бүгін бейсенбі. Бейсенбі жылы кабинетте әдеттегідей кофеңізді ішіп отырсыз. Ал бізде қызықты есте қалатындай өмір өтіп жатыр. Сондықтан да бізге керек қызық қой осы. Және де сіздерге қызық болу үшін, иә? Иә, және сіздерге де қызық болатын шығар, біздің қиналғанымызды көріп. Назад, давай, назад!
назад, назад, назад. О, давай. Даже мынау арқасында ма да? Енді. Все, отойдем. Лому izleyelim. Бұлай қойсақ это что, поможет? Қандай? Хотя қолын кие алсаңшы. Теперь с высоты вашего опыта, если я сейчас прям со стоячим домкратом упаду назад, ничего же не будет. Как минимум вам домкрат один должен быть, и все, да? Домкрат хорошо. Тұр әзірше. Мына дөңгелек қойма қойып тұрсana. Машина қатты шығармады. Қатты зам көрсек қоши. Надо положить сюда. Ağa! Ой, әдемі. Домкрат! Десеңші, брат. Тойота дегендер қарамаңдар, джип лучше. Мы об этом сейчас в ролике скажем. Ты Да, джип, просто как она, джип вот заснял, да? поиграл, Все, да? джип заснял. Самая роль, вот. Америка лучше. Мы мощь. первый раз здесь это, когда снимали, помните? Мы же на джип Чироки приехали же. Он тогда вот этот бугор проехал. Блокировка хорошо у него работает. Диктор Ақжол. Рахмет, братан. Сонымен достар, міне көрдіңіздер, қызықты күн өткіздік. Прадоның жолдан тыс мүмкіндіктерін тексеріп көрдік. Біз үшін бұл қызық. Енді мен өзім әрдайым айтатын, осы Россияның жігіттері осындай бір өздеріне қызық нәрсені жасап жүреді. Неге біз жасамаймыз деген секілді. Міне шықтық, қиналдық, үсті басымыз міне кір. Машинамызды шығардық әйтеуір. Бүгінгі влог осымен аяқталсын. Бүгінгі влог тест-драйв емес, орташа бір нәрсе болды. Өзімізге қызық болды. Екіншіден тест-драйв та болды. Міне Toyota Prado 120, бағасы 12 миллион теңге. 2007 жылғы. Не үшін? Мынандай жерге шыға алмайды. Бұның алдында Jeep Cherokee мен шыққан болатынбыз. Range Rover 2007 жылғымен шыққан болатынбыз. Мынау шыға алмайды. Енді аласыз Toyota үшін, бірақ сіз жолдан тыс барған кезде сізге құтқара ма, құтқара алмай ма, уже күмән туып тұр. Как вас звать? Мұхтар. Меня Даурен, извиняюсь, руки грязные. Ничего страшного. Вот, Мухтар это человек, который сегодня нас вытащил из трудной ситуации. Мухтар у нас инструктор по вождению. Да. Вы вот на этой машине обучаете? Да. Обучает не на просто машине, а на джип. Это Cherokee? Компас. Джип Компас, американская машина. Поэтому оставим ваши номера в описании. Кто хочет научиться ездить вот в специализированном автодроме, обращайтесь. Он вас плохому не научит. Да? Да? 40 Land Cruiser Prado 2007 жылы осы модель шыға бастаған. Сол жылы шыққан 4 литрлі мотор бар осы Prado. Артыңғы орындығы жалпы айтқанда жайлы екен. Артында бізде тіпті климат контрольға дейін бақылаушы батырмалары бар екен. Мұнда үстінде телевизор тіпті орнатылған, яғни жоғарғы комплектациялардың бірі екен. Енді
бағана айтқандай бұның бағасы 12 миллион теңгеге дейін барады. Колеса KZ қосымшасын ашып қалсаңыз. Мен түсінбеймін, неткен 12 миллион не үшін 2007 жылғы ескі машинаға соншалықты енді 12 миллионға Астананың қақ ортасынан бір бөлмелі пәтер алуға болады. Болмаса су жаңа Camry 70 алуға болады. Су жаңа Hyundai Sonata, джиптардан алатын болса кроссоверлерден дейікші. Бұл енді рамнылы джип қой. Кроссоверлерді алуға болады. Өте қымбат деп ойлаймын. Бірақ жалпы айтқан кезде кезінде өзінің заманында әдемі болған машиналар ғой. Енді көп созбай осымен сіздермен қоштасайын. Бүгінгі влог осылай өтті. Күніміз қызықты өтті. Сіздерге көріп тамашалағандарыңызға рахмет. Ертең көріскенше сау болыңыздар.